Министрлік балалардың қауіпсіздігін қашанда жіті назарға алып, мектептерде терроризмге қарсы қорғауды кешенді жүргізуді 12 мамырдан бастап еліміздің барлық аймақтарында төтенше жағдайдың алдын алу және одан қорғану шараларын өткізуді қолға алды. Сондай шараның бірі Байзақ Момынбаев атындағы нөмірі 278 мектеп лицейінде ұйымдастырылды. Алдымен білім беру ұйымдарының басшылары мен олардың өкілдеріне ішкі істер төтенше жағдайлар департаменті мен терроризмге қарсы орталық мамандары терроризмге қарсы бағыттағы оқу жаттығу жайын түсіндіріп, терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыру жөніндегі алгоритмдер нұсқамасы берілді. Мұнан кейін мектеп қызметкерлері мен білім алушыларды жедел эвакуациялау ұйымдастырылды. Бұл тапсырманы білім ордасының мамандары мен оқушылары тиянақты жүргізіп, аз ғана уақыттың ішінде жүйелі түрде оқшаулана алды. Сала мамандарынан жоғары деген баға алды. Оқу ағарту министрлігінің тарапынан дайындалған алгоритм бар. Сол алгоритмде әрбір мекеме қызметкерлерінің, оқушылардың, балалардың, мектеп басшыларының, мекеме басшыларының барлығының іс-әрекеттері нақты белгіленген. Сол алгоритмге сәйкес оқу жаттығу жиындары жүргізілуде. Аталған оқу жаттығу жиындарының алгоритміне сәйкес бүгін 278-ші мектепте осы оқу жаттығу жиыны өткізілді. Тиісті дабыл қағылған кезде барлық оқушылар ұйымдасқан түрде әрқайсысы өздерінің бекітілген кестесіне сәйкес мектеп қызметкерлерінің ұйымдастыруымен сыртқа шығарылды. Байзақ Момынбаев атындағы нөмірі 278-ші ақпараттық технология мектеп лицейінде барлығы 1356 бала болатын болса, түстен кейінгі кезеңде 736 бала дәріс алады. Бізде бүгін 15-ші мамыр бізде қазір оқу жаттығу болып жатыр. Яғни қандай да бір балаларға қауіп төнген кезде, мектепте қандай да бір жарылыс табылған кезде, осылай балаларымызды оқу жаттығуға дайындап жатырмыз. Бүгінгі енді оқу жаттығуда өзім ойлаймын сәтті өтті деп, өйткені барлық оқушыларымыз уақытылы далаға шығып үлгерді. Бізде бірінші қабат бойынша 8 шығатын есік бар, және инклюзивті бөлімнен бір есікті қосатын болсақ, сонда барлығы 9 есік бізде далаға шығу мүмкіндігіміз бар екен. Оқу жаттығу барысында техникалық құралдардың, яғни дабыл түймесі, турникет және бейнекамералардың жұмыс істеуі және дабыл түймесі арқылы шақырылған жағдайда жеке күзет ұйымының жедел әрекет етуі тексерілді. Жедел әрекет етуіне бағдарлауды басты мақсат еткен шаралар аймағымызда 20 мамырға дейін барлық білім беру ұйымдарында жүргізілетін болады. Ол жазды өт Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.